Қалайсыздар? Сіздермен дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Сіздер постоянно мен официальный форматта көріп үйреніп қалғансыздар. Бүгін просто көшеде келе жатып, сіздерге өзім туралы айтайын деп отырмын. Комментарияларыңызды, сұрақтарыңызды оқып отырмын. Көбісі білгісі келеді. Қай жақта жұмыс жасаймын, вообще мен кіммін деген сияқты. Мен 1988 жылы Жамбыл облысы Меркі ауданында туылғанмын. Сол жақта оқығанмын мектеп кезінде. 2005 жылдан бастап Қазақ ұлттық медициналық университетіне грантқа өз күшімен түсіп, Аллахтың қалауымен 2011 жылы Асфендияровты аяқтадым. 2012 жылы Қазақ Ресей медициналық университетінің интернатурасын аяқтадым. Сөйтіп 2012 жылдан бері дәрігер болып жұмыс жасап жатырмын. Алғашқы мамандығым, бітірген мамандығым терапия. Бірақ мен сразу терапиямен емес, сразу жалпы тәжірибелік дәрігер ретінде жұмыс жасадым. Меркі ауданында 2 ауылды өзім жалғыз қарайтынмын. Сол жақта көптеген опыт жинадым деп айтсам болады. Потому что жұмыс өте ауыр болатын. Жалғыз өзім 2 ауылға, дневной стационар, кішкентай туған баладан бастап ата-апаларымызға дейін сол жақта прием жасайтынбыз, көше аралайтынбыз, үйлерге барып ата-апаларымыздың давлениесін өлшейтінбіз, жаңадан туған балаларды көретінбіз, роддомнан шыққан жағдайлары қалай екен. Солай 2017-ге дейін жалпы тәжірибелік дәрігер ретінде жұмыс жасадым. Содан кейін уже узкая специализацияға жылжи бастадым, потому что уже бір салада ұзақ уақыт жүре бермей, определенный бір областы таңдағым келді. И маған всю жизнь неврология жақын болатын. Университет оқып жүрген кезде нейрохирург боламын деп айтатынмын. Бірақ енді нейрохирургтар әйелдерге арналмаған мамандық екенін түсіндім да. И оның үстіне ары қарата резидентураға түсетіндей болған жоқ. Почему-то сразу жұмыс істеп кеттік қой. Сонымен Алла тағала неврологияға алып келді ақырындап. Сөйтіп 2018-ден бастап невропатолог ретінде жұмыс жасаймын. Неврология менде тек қана балалар ғана емес, ересектерді де қараймын. Алғашында ересектер неврологиясын бітіргенмін. Ең алғаш. Содан кейін уже детская неврология өзіме қызық болғаннан кейін қосымша тоже детская неврологияны оқыдым. Енді ересектерді де, балаларды да осы неврология саласында қабылдап отырып, бірақ почему-то осы по детская неврология өте көп сұрақтарға келетін да. И мен өзімнің Аллаға шүкір 3 балам бар. 3 ұл тәрбиелеп отырмын. И өзімнің балама қалай қараймын, солай как бы сравнительно қараймын да. И лишний раз мен балаларыма дәрі бергенді қаламаймын да. И каждый дәріні обоснованно берген жақсы көремші өзім бұрыннан. И жаңағыдай аналар келеді бастапқыда. Үйренген ғой уже. Бізде черепной, бізге қандай дәрі бересіз, уже әбден дәріге үйреніп қалған. УЗИда обязательно жазып береді. Гипоксические изменения, гипертонус сосудов деп. И олар ол УЗИді көріп алады, ойбай емдеу керек. Келеді. И мен айтам, сіздің балаңыздың развитиясы жақсы.
медицинский назначение беруге показания жоқ деймін. Оны бір ата-ана түсінеді, бір ата-ана түсінбейді. Кейбіреулер ой дым білмейді, дәріні білмейді, содан кейін, наверное, бермейді деп ойлайтын. Но постепенно уже ата-аналар уже көздері ашылып, жан-жақты оқып зерттеп, басқа да мамандармен сөйлесе отырып, уже түсінетін да, что просто так балаларды дәрімен нельзя пичкать. И күніге, мысалы, келеді приемға 10 ана келеді баласымен, и 10-на да сол әңгімені айтасың да, сен балаңда черепное давление жоқ, сенің балаң здоровый, тек қана наблюдение. Тек қана наблюдение деп айтасың. И оны олар, аз да енді ол, аз количество, просто күнделік соны айта берген екен. Мен ойладым да, не только біздің аналар қиналып жүрген, мысалы, басқа да біздің Қазақстан, не только Қазақстан, СНГ бойынша бізде гипердиагностика идет. Именно осы балаларға келген кезде бізде 80-90% балаларымыз ауру деп шығарады, УЗИ бойынша. И осы жаңағы УЗИдің өзі маған уже қызық бола бастады да, не үшін депші, и УЗИ головного мозга түсіріпте оқыдым, короче. Қазір енді нейросонография тоже қосымша жасаймын, балалардың бастарын УЗИға түсіремін. И қосымша иглотерапияны үйрендім, реабилитацияда жұмыс жасадым. Енді қазіргі таңда Тараз қаласында тұрамын. Тараз қаласында қазір жұмыс жасап жатырмын. Қарапайым поликлиникада жұмыс жасаймын. Екінші қалалық поликлиникасында. Енді негізі осы видеоны кейде осы уақыттың тапшылығынан кейде салмай қаламыз, сұрақтарға жауап бере алмай қаламыз. И көбісі жаңағыдай сұрайды да, қай қаладансыз, қай жақта қабылдайсыз, и кішкене жақынырақ білгілер келеді да. Сол үшін просто өзім іштей видео түсіріп айтамын деп жүрген, но почему-то Аллахтың қалауымен бүгін осылай сіздерге өзім туралы айтып отырмын. 3 ұлдың анасымын. Тараз қаласында невропатолог ретінде консультация жасаймын. Ересектерді де, балаларды да қабылдаймын. Омен қоса кішкентай туылған балаларға УЗИ жасаймын. Нейросонография и иглотерапевтпін. То есть бір басында бірнеше мамандық бар. Енді оның барлығы Аллахтың қалауы. Біз енді как посредник ретіндеміз ғой. Енді Алла Тағала бізге білімді просто так бермейді екен. Ол білім біздің ішімізде тұрып қалса, кәдімгідей ол іште шірейді екен да, и бізге груз болады екен. Сондықтан біз алған білімімізбен постоянно халықпен бөлісіп отыруымыз керек. Сондықтан мен YouTube каналымнан, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Описанияға мен жазып қойғам. О жаққа да пайдалы видеолар салуға тырысамын. Енді бұл YouTube парақшасы мен пока детская неврология сұрақ көп болғандықтан таза детский түсіріп жатқанмын, бірақ негізі болашақта взрослый неврология бойынша да видеолар салатын боламын. Енді последний осы 1-2 ай кішкене көштім, және жұмыс орнын ауыстырдым деген сияқты уақыт өте тығыз болды. Психоэмоциональный состояниеда да кішкене өзгерістер болды. Сондықтан видеолар салынбады. Кішкене Алла берса, алдағы уақытта, болашақта көптеген видеолар салатын боламын. Аллахтың қалауымен. Енді каналыма тіркеліңіздер.
сіздермен өзім қалай балаларыма солай жаңағыдай сіздерге бөліскім келеді да. И өзіме не қалаймын, соны сіздерге де қалаймын. Ішімде қандай білім бар, ештеңке жасырмай, шын ниетіммен, Аллах разылығы үшін сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге болыңыздар, каналға подписка жасап отырыңыздар, бөлісіңіздер. Енді онлайн консультацияға жазыламын деушілерге тоже номерді қалдырып кеткен болатын, бірақ өте уақыт тапшы. Менде тек қана дәрігерлік саладан бөлек ана деген, Аллаға шүкір, мамандығым бар. Балаларға да көңіл бөлу керек, үйге де көңіл бөлу керек деген сияқты. Сондықтан кей жағдайларда сәл уақыт тапшы болып жатады, бірақ регистратормен жаңағыдай хабарласу арқылы онлайн консультацияларға жазылсаңыздар болады. Енді сіздерге қысқаша айтып өттім өзім туралы. Сол сіздер сияқты қарапайым қазақтың қара домалақ қызымын, ізденудемін, әрқашанда оқудамын. Тек қана біздің қазақстандық қана емес, шетелдік те статьяларды, зерттеулерді өте көп жаңағыдай қараймын. И постоянно развитиядамын, то есть дамытып отырамын өзімді. Сондықтан сол қысқаша. Енді видео мынандай четкий, дауыстары барлығы четкий болмаса да, шын ниетпен сіздерге түсірілген. Сондықтан лайк баса кетіңіздер, комментариялар жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ажархан Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.